Сәлем достар, қалайсыздар? Егер сіз Австралияға келуді жоспарлап жүрген болсаңыз, осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Мен сізге өте қажетті ақпарат беретін боламын. Бұл қандай ақпарат десеңіз, жалпы Австралияға келгеннен кейін бір айда қанша шығын болатын жайында сіздерге шынайы мағлұмат беретін боламын. Ендеше бастайық. Бұл менің Австралияда қолданатын банк аккаунтым, яғни Комбанк деп аталады. Бұл арқылы мен апта сайын зарплатамды аламын, және осы арқылы сауда-саттық жасаймын. Сол кезде менде бір айда жұмсаған ақшаларым толықтай бұл аппликейшн ішінде көрінеді. Соны сіздермен қазір бөлісетін боламын. Банк аккаунтқа кірген кезде осындай бет сізге көрінеді. Бұл басты бет. Бұның ішінде Smart Assets деген бар. Осыған басатын болсаңыз, бізде бір айда жұмсаған ақшамыздың суммасы көруге болатын жер бар. Осы жерге басайық. Басқаннан кейін бізде бір айда жұмсаған ақшаның, яғни суммасы шығып келді. Енді бұны барлығын біртіндеп не нәрсеге қалай жұмсаған жайымызда көруге болады. Қазір көрсететін боламын. Бұл жерде, яғни 3 айдың шығынын көрсетіп жатыр, бірақ бұлар әртүрлі сумма. Ең соңғы айда мен осы жалпы қанша ақша жұмсап жатқанымды білу үшін тек қана өзіме жұмсаған болатынмын. Сол кезде осы айда бір айда $3841 жұмсаған екен. Бірақ бұл жерде айта кететін жайт, бұл Travel Holiday $1000 деп тұр. Бұны, яғни жақында менің клиентім осы Австралияға келетін тикет алдырған болатын. Соның шығыны, сондықтан бұл $1000 да алып тастаймыз. Яғни бұл менің шығыным емес. Ендеше $2841 болады. Осыны қайда жұмсаған жайымызда көрейік. Бірінші кезекте $1300 көрініп тұр. Бұл не нәрсе десеңіздер, бұл квартираға төленген ақша. Бір айда бір адам орташа есеппен квартираға $1300 төлейді екен. Бұл енді орташа есеп, енді әртүрлі сіз қандай квартира тұрып жатқаныңызға байланысты бұл сумма өзгеруі мүмкін. Енді бұл тек менің шығып жатқан шығын болғандықтан точно емес, әркімге әрқалай деген сөз. Мысалға 2 адам тұрып жатса, 3 адам тұрып жатса, отбасыңызбен тұрып жатса, бұл сумма мүлдем өзгеріп шығады. Екінші сумма, үлкен сумма, бұл Travel Holiday, яғни бұл менің жұмсаған ақшам емес, басқа адамдікі, сондықтан бұны есепке кіргізбейміз. Келесі үлкен сумма $630. Тек тамаққа жұмсалған ақша екен. Яғни бірінші квартираға жұмсалып жатса, екінші Австралияда тамаққа үлкен сумма жұмсалады. $630. Бұл неліктен десеңіз, мен өзім жалғыз өзім тұрамын, сондықтан жұмыстан келгеннен кейін кей кезде көбінесе сырттан тамақ жеймін. Сондықтан және сырттан тамақ жеген сумма $630 деп шығып жатыр. Жалпы менің есебім бойынша Австралияда бір адам тұратын болса, үйден продукт алып тамақ жеу, сырттан жеу көп разница болмайды. Дегенмен енді үйден тамақ жеу әрине денсаулығыңызға, ана-мынаға көп нәрсеге пайдалы ғой. Сондықтан уақытыңыз болса, үйден тамақ жеу керек. Келесі үлкен сумма шоппинг. Яғни өзіме жұмсаған ақша екен. Мысалға кейде жұмыстың жабдықтарын алуға қажет болады, киім алуға қажет болады деген секілді. Соған бір айда мен шамамен $350 жұмсаған екен. Негізі бұл көп шығынға кірмейді. Көп жұмсағам жоқ. Өзіме почти ақша жұмсамаған кезде, осындай ақша шығып жатыр ғой. Жалпы Австралияда негізінде қымбат заттар, және ең бергісі, мысалға шаш алдыру, шаш қидыру кемінде $10,000 тұрады. Сондықтан әлі шашты алдыра алмай жүрміз. Бұйырса елге барғасын алдырамыз. Келесі үлкен шығын көлікке жұмсалған екен. Австралияда мен жұмыс бабына байланысты көлікпен жүремін. Бірақ бұл айда мен көлікке ешқандай май ауыстырғам жоқ, запчасть алғам жоқ, тек қана бензинге $230 шығын болған екен. Келесі $161. Бұл продуктке жұмсалған ақша, яғни кей кездері сусын аласың, жейтін бірдеңелер аласың магазиннен. Соған жұмсалған ақша $161 болған екен. Енді мен сырттан емес, егер продукт алған болсам, осы екі сумманың орны өзгеру керек еді. Келесі entertainment, яғни интернеттен сатып алған заттар $41 болған екен. Келесі $35. Бұл телефон нөмір, яғни Австралияда сіз телефон нөмірге бір айда орташамен $35 төлейсіз интернет, яғни телефон нөмір. Келесі комиссиялар, яғни қолма-қол ақша алу, ана-мына комиссияға $11 шығын болған екен. Қолма-қол кеш ақша $2 алған екен. Сонымен общий барлық шығын $3831. Бұның $1000, яғни басқа адам алған. Сонда менде бір айда $2831 жұмсаған екен. Бұны теңгеге шығатын болсақ, $2800 $938,000 болады. Шамамен, енді орташамен $1 миллион. Енді ойлап қарасаңыз, бұл
кей адамдарға, Австралияда тұратын кей адамдарға өте аз сома, кей адамдарға орташа. Менің ойымша негізі аз шығын деп айта аламын, себебі мен өзіме қатты жұмсап жатқам жоқ. Енді былай сіз ары бері досыңыздың туған күні болады, ары бері шығасыз, мысалға сондай бірдеңеге баратын болсаңыз, бұл сома мүлдем көтеріледі деген сөз. Тек қана тамақ, анау мына квартираға менде осындай шығын болып жатыр. Әрине Австралияда табыс көзі жоғары, дегенмен соған сай шығын да жоғары. Мысалға Австралияға келіп жатқан адамдар ойлайды, күніне 200, 350 доллар, 400 доллар алады, и оны 30-бен көбейтіп таза пайда деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ қарасаңыз, мысалға тең жарты ақша уже шығынға кетіп отыр. Ал бұл тек қана бір адамға шығып жатқан шығын. Енді сіз досыңызбен келсеңіз, немесе отбасыңызбен келсеңіз, бала шағаңызбен келсеңіз, қанша шығын болатынын өзіңізде жобамен қарап біліп жатқан деп ойлаймын. Сондықтан егер Австралияға келуді жоспарлап жүрген болсаңыз, осының барлығын елеп ескеріп, жақсылап жоспарлап келуіңізді. Ендеше келесі видеодан кездескенше аман сау болыңыздар. Баршаңызға сәттілік.